Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Теплострой компаниясы бүгін біз Чубарсу мөлтек ауданында көлемі 120 шаршы метрді құрайтын бір этажда тұрғын үйге өзіміздің монолит пенобетонды құйып кеттік. Осыдан 2 күн алдын бұл үйді Сабыр аға өзінің қайырымдылық қорымен бір мұқтаж жанға үй сыйламақшы екен. Сол іс шараның басында жүрген Сабыр ағамыздан бір-екі ауыз сөз сұрап жүрсек. Ассаламу-алейкум рахматуллахи баракату. Жалпы бұл үй жайында бір қысқаша мағлұмат беретін болсақ, Шымкент қаласының жамағатымен жаңа Жаннатул Фирдаус деген қайырымдылық қорымыз бар, біздің Сарыағаш медресесіне тиесілі. Сол кісілердің бастауымен жаңағыдай шымкенттік бауырлар бәріміз бірігіп, неше жылдан бері квартирадан көшіп қонып жүрген мұсылман бауырымызға осы ақылдаса келе осы бір үйді жалпы салып беруді неғылдық, жаңағыдай жөн көрдік. Сонымен осы үйді салу барысында жалпы бірнеше компанияларға өтініш қылдық. Мысалы, фундаментін бір компания жасап берді, Тастай темір бетон деген. Сол секілді мынау монолит пенобетон лайдың орнына мен көптен бері көріп жүріп, жаңағыдай зерттеп жүрген бір нәрсе еді. Бұл өзімде үй салсам осындай жаңағыдай монолит пен пенобетонмен құйсам екен деген бір арманым еді бұл. Сонымен енді осы мәселені көріп жүріп, жалпы бұл компания жайлы 2 жылдан бері таныспыз. Бұлай Инстаграм арқылы рекламаларын, әрдайым жарнамаларын көріп жатамыз. Бұдан да негізі 2 жыл алдын бір жесір әйел әпкемізге осындай бір үй салған кезімізде мен өтініш қылғам. Ол кезде де бұл кісілер Алла разы болсын, еш неғылмай сол кезде де көмегін қол ұшын созған несі бар еді. Сонымен енді Алланың қалауымен осы кісілерге бір ауыз айтып көрейік, бәлки жаңағыдай бұл кісілерді бір үлесін қосар деген сияқты. Не дейді, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Сол сияқты осы кісілердің компаниясының ұжымына жаңағыдай өтінішпен шыққан едік. Алла разы болсын. Бұл кісілер екі сөзімізді жерге тастамай, осындай игі іске, қайырымдылық, сауапты іске бізде ат салсайық аға деп жаңағыдай өздері келіп, толықтай мына 120 квадраттық пенобетонды жаңағыдай потолокқа құйып беріп кетті. Бүгін жаңа төбесіне шығып қарадым, сапасы өте керемет. Аяқпен жүрсеңізде ешқандай бір несі жоқ, еш жерде бір трещина жоқ. Енді иншалла Алланың қалауымен қысты жаңағыдай жақсы ысиды деп айтады, неден жарнамалардан көріп атамыз. Енді Алла нәсіп етсе биыл бітіріп атсақ, оны да көре жатармыз. Жалпы енді бұл кісілерге, ұжымдарына, компанияларына Алладан бұл кісілерге берекет беруін сұраймыз. Жалпы кәсіптеріне, мал жандарына, кәсіптеріне берекет берсін. Дендерін сау өмірін ұзақ қылсын. Осындай ізгі жаңағыдай сауапты істерге ары қарай да ат салса берудің Алла сұбхана нәсіп етсін иншалла. Сіздерге көптен көп рахмет, Алла разы болсын. Осы нелеріңізді, жұмыстарыңызды ары қарай кеңінен дамыта беріңіздер. Рахмет, Алла разы болсын.